Бұл өмірдің ақ қарасын көргенбіз, көре тұра дегеніне көнгенбіз. Алма кезек өтіп жатқан өмірге біз уақытша келгенбіз. Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Атың жебір болса, Құдайдың бергені, қатының жебір болса, Құдайдың ұрғаны. Ай мінбей атыңды мақтама, жыл тұрмай қатыныңды мақтама. Кім не десе өз еркі мен туралы, бақытсыз емеспін мен туғалы. Анда-санда болатын сәтсіздіктер өмірімнің жай ғана бір шуағы. Өмірден 4 нәрседен ұялма. Қартайған ата-анаңнан, кедеймен дос болуға, арзан киім кигеннен және қарапайым өмір сүруден. Кешірілмейтін істер бар, ұмытылмайтын сөздер бар. Жақындарыңның бәрі жатқа айналатын кездер бар. Адам біреуге риза болса, кемшілігін көрмейді. Ал біреуге ренжісе, жақсылығын көрмейді. Бір адам бір адамды түсінгенше, жарым өмірі өтіп кетеді. Бір адам бір адамның қадіріне жеткенше, біреуі өліп кетеді. Сондықтан түсінгендерді бағалап, түсінбегендерді саралап өтетін өмір бұл. 5 күн жалған өмірде тек сыйласып жүріңіз. Ұмытып уайым қайғыны, жадырап шалқып күліңіз. Асып-тасып шалқымай, қанағат етіп жүріңіз. Жеткізбейді қу дүние, шүкіршілік етіңіз. Болады бәрі бастысы, сау болсын тек деніңіз. Аптада 7 күн болады. Соның бір күнінде дүниеге келсек, бір күнінде дүниеден өтеміз. Сонда 5 күн қалады. Сонда 5 күн қалады. 5 күн жалған деген сөз осыдан қалған екен. Сол 5 күн жалған өмірде ешқандай кісі ақысына кіріп кетпей, өзіміз қалағандай, өзіміз армандағандай етіп өмір сүрейікші. Жаман болып туылмайды еш пенде, жаман болып кетер мүмкін өскенде. Бірақ бәрі мәлім болады, өмір өзі бет-пердесін шешкенде. Адам жаны жаурайды екен дірілдеп, жақындары қарамаса күлімдеп. Жиі-жиі хабар алып тұрыңдар, ей жарығым, қайда, қалай жүрсің деп. Бір ұядан алысқа ұшып кеткендер, биік-биік белестерге жеткендер. Мойын бұрмай туған туыс бауырға, бөтенсініп, тым алыстап кетпеңдер. Тым алыстап кетпеңдерші бауырдан, қара шаңырақ қалған туған ауылдан. Бір ауыз сөз, жылы сөзің жетеді, алыстағы жақыныңа сағынған. Тарау-тарау жолдарында өмірдің, бірде жеңіп, бірде қатты жеңілдің. Жүрегіңнен бір ауырлық кетпей ме, жақының кеп жасын сүртсе көзіңнің. Адамға адам таңдалса мейірім, кеңейтпей ме Құдай оның пейілін. Жақыныңды, бауырыңды бағала, олар барда күндей нұрлы өмірің. Қанша оқысаң, онша оқы. Біліміңе сай мінез құлық көрсетпесең, бәрібір надансың. Қысқа ғана жалған мына өмірде, дақ түсірмей қардай аппақ көңілге. Ей бауырым, сыйластыққа не жетсін? Сол да жетеді бақытты өмір сүруге. Адам боп келдік өмірге, адам боп кету заңдылық. Адамның бәрі өмірде бақытты іздейді қаңғырып. Бақыттың кілті сыйластық, сыйластық қалсын мәңгілік. Сөз сүйектен өтеді, жаралайды. Өмірде бар кезінде емес сені, бәрі кеш болған соң бағалайды. Өз жолыммен тыныш өмір сүремін, аяқ асты өлім келер білемін. Мен өлгенде мына әлем тоқтамас, тек тоқтайды менің ғана жүрегім. 5 күндік мына жалғанда, дүние байлық жинап алданба. Айналаңа дос жина, бауыр жина, қол созатын сен сүрініп қалғанда. Бұл таңда қаншама жан доссыз жүр, бауырсыз жүр, құнығып қу дүниенің құрсауында. Ұрысса егер анаң ренжімессің, қайта айналып келмейді енді 5 күн. Бәрінің орнын анаң толтырғанмен, анаңның баса алмайды орнын ешкім.
Тірлігіңді қайтейін тірнектеген, жағымпаз дос айналаң дірдектеген. Асыңа ортақтасып бар кезінде, басыңа іс түскенде тілдеп жеген. Ей өмірім, біреуге бай, ал біреуге кедейсің. Тәубеңе кел, құнықпа, өте шығамын демейсің. Пендеміз ғой боқ дүниеге таласқан, өлгенде ғана бағалап, қимас жанға теңейтін. Өзім деп өліп жей берсең өшерсің, өзгелермен бөлісіп жесең өсерсің. Өмір ол мәңгі ұйқының алдындағы кішкене ғана серуен. Басқалар сіздің көңіліңізді түсіріп жатса, оған еш ренжімей Аллаға тапсырғаныңыз жөн. Себебі әр адамның өз ойының деңгейі болады. Сізді түсінбеген адам сіздің деңгейіңіз емес. Өмірдің сынағы көп беріледі. Күрсініп ет жүрегің сөгіледі. Қасыңда қалатұғын жанашыр жан, басыңа іс түскенде көрінеді. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.